Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі практикалық сабағымыздың тақырыбы кіріспе. Оқу практикасының мақсаты мен міндеттері. Оқу практикасының мазмұны. Қауіпсіздік техника ережелері. Мақсаты. Оқу практикасының мақсаты мен міндеті. Оқу практикасының мазмұны және қауіпсіздік техника ережелері туралы мағлұмат беріп, практика барысында теориялық білімдерін тереңдету. Күтілетін нәтиже. Оқу практикасының мақсаты мен міндетін, қауіпсіздік техника ережелерін түсіндіріп анықтай алады. Өсімдіктер организмдегі тіршілік құбылыстарына байланысты динамикалық процестерді зерттейтін ғылым өсімдіктер физиологиясы. Бұл пәннің ғылымның зерттеу объектісі өсімдік организмнің әртүрлі ұйымдастыру деңгейіндегі, яғни биогенетикалық, ағзалық мүшелік және тағы басқа процестер. Өсімдік организмнің аталған деңгейлеріндегі физиологиялық процестер өзара және қоршаған ортамен тығыз байланыста болады. Өсімдіктер күн жарығы арқылы өсіп қоректенеді. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі адам үшін өте маңызды. Сондықтан біз өсімдіктер мен жануарларды қорғап сақтауымыз керек. Өсімдіктер мен жануарлар әлемін қорғау пәнін оқу болашақ кәсіби қызмет аясында тәжірибелік экологиялық есептерді шешуге көмектесетін экологиялық көзқарасты қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған. Оқу тәжірибенің мақсаты мен міндеттері. Оқу тәжірибенің меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар. Оқу тәжірибенің меңгеру нәтижесінде білім алушы келесі жұмыстарды істей алуы тиіс. Өсімдіктер әлемінің пайда болу және дамуына сипаттама беру. Өсімдіктердің экологиялық топтарын және тіршілік формаларын анықтап, ажырата білу. Өсімдіктердің көбею жолдарын және өсімдіктердің вегетативті көбеюін түсіндіріп, сипаттама беру. Қазақстан Республикасының қызыл кітабына кіретін өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін түсіндіру. Қазақстан Республикасының аумағында аң аулауды жүргізу заңын анықтап, аң аулау хаттамаларын талдау. Оқу тәжірибенің меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс. Өсімдіктерді қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңын, өсімдіктердің табиғи бірлестіктері мен дендрология ғылымын, Қазақстан Республикасының жануарлар әлемін пайдалану және көбеюін сақтау заңын, жануарлар классификациясын, жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғауды, Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңды, Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың категориялары мен түрлерін. Практиканың өту реті. Бірінші, практика бағдарламасын оқу. Осы пән бойынша оқу тәжірибесі 36 оқу сағатына құрылған. Өтілетін сабақ тақырыптары оқу практикасының күнделігіне енгізілген. Әр тақырып бойынша конспект жазу және берілген тапсырманы уақытымен орындай отырып сынақ, зачет тапсыру қажет. Кез келген оқу практикасы оны өту нәтижелері бойынша аттестациялауды білдіреді. Студент оқу тәжірибесі бойынша күнделік және есеп тапсыруға міндетті. Есеп жазу кезінде ғылыми және оқу әдебиеттерді, нормативтік құқықтық актілерді пайдалануға болады. Оқу практикасының соңғы сабағында қорытынды тест тапсырылады. Қауіпсіздік техникасының ережелері. Дербес компьютермен жұмыс кезінде қауіпсіздік талаптары. Құрал жабдықтарды орнынан қозғауға, сымдарға, розеткаларға, штепсельдің айырына, штекерге тиісуге тыйым салынады. Дербес компьютерде су киіммен және су қолмен жұмыс істеуге болмайды. Корпусы мен сымдарының бүтіндігі бұзылған, ашық, дербес компьютерде жұмыс істеуге тыйым салынады. Пернетақтаның үстіне ештеңе қоюға болмайды. Компьютер алдында жүгіруге, ойнауға, бөгде жұмыстарды істеуге тыйым салынады. Компьютермен жұмыс істеу кезінде көздің экраннан ең қолайлы қашықтығы 60-70 см сақтау керек. Мүмкін қашықтық 50 см. Көз талғанда немесе шаршағанда орнынан тұрмай көзді демалдыратын бірнеше жаттығу орындау керек. Білім алушылар электр тоғымен зақымданғанда алғашқы медициналық көмек көрсету әдістерін, өрт сөндіргішпен жұмыс істеу және өрт сөндіру әдістерін білуі керек. Микроскоппен жұмыс істеудің ережелері.
Бірінші, микроскоппен орындықта отырып жұмыс істеу шарт. Жұмысқа кірісер алдында оны шүберекпен сүртіп алу қажет, және жұмыстың соңына дейін микроскопты орнынан қозғамайды. Екінші, препаратты дайындап болған соң оны заттық өлшеуге қояды. Үшінші, препаратқа айнамен жарық түсіреді. Төртінші, реттегіш тетіктің көмегімен микроскоптың мойыны тубусты заттың бейнесі анық көрінгенге дейін микроскопты құндағына салып қояды. Бесінші, жұмыс аяқталғаннан кейін микроскопты құндағына салып қояды. Алтыншы, микроскопты химиялық реактивтермен қатар қоюға болмайды. Ол таза шкафта бөлек сақталуы тиіс. Енді біздің практикалық жұмысымыздың жұмыс реті. Бірінші, практика материалын жазу. Екінші, практика барысында қауіпсіздік техниканы сақтау. Үшінші, бекіту сұрақтарына жауап беру. Төртінші, практика бойынша орындалған тапсырманы оқытушыға тексеруге жіберу. Бекіту сұрақтары. Бірінші, оқу тәжірибенің мақсаты мен міндеттері, оқу тәжірибені меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар. Екінші, практиканы өту реті. Үшінші, дербес компьютермен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Төртінші, микроскоппен жұмыс істеудің ережелері. Орындалған тапсырмаларды келесі бағалау критерийлері бойынша бағаланады. Орындалған тапсырмаларды Platons платформасына жіберулеріңізді сұраймыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.